Баршаларыңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен бар жоғы бір жұмыртқадан дәл осындай керемет печеньенің рецептісімен бөлісемін. Алғашқы жасағаннан-ақ керемет сәтті болып шығатынына сенімдімін. Міндетті түрде рецепт сақтап алып жасап көрсеңіздер болады. Және де менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға бір жұмыртқамызды, шекерімізді және де ерітілген маргаринімізді қосып, жақсылап бір келті түске енгенше араластырамыз. Біздің массамыз әбден бір келті түске енгенше араластырамыз. Содан соң үстіне ұнымызды саламыз. Ұнымыздың үстіне қамыр қопсытқыш саламыз. Алдымен қасықтың көмегімен, не болмаса осылай лопатканың көмегімен жақсылап араластырамыз. Содан соң қолымызбен жұмсақ қамыр илейміз. Біздің қамырымыз дайын болып қалды. Осылай жұмсақ, бірақ қолға жабыспауы қажет. Дайын болған қамырымызды таза пакетикке салып, тоңазытқышқа 10 минутқа қойып қоямыз. 10 минуттан соң қамырымызды алып, осылай пергамент қағаздың көмегімен орташа қалыңдықта жаямыз. Қамырымызды жайып болғаннан соң осылай стаканның көмегімен печеньеміздің формасын шығарамыз. Содан соң арнайы формамызға саламыз. Жалпы печеньенің формасын әркім өз қалауынша, өз ыңғайына қарай жасаса болады. Содан соң алдын ала қызып тұрған печкеде 180 градуста 15 минутта пісіріп аламыз. Достар, көріп тұрғаныңыздай біздің печеньеміз пісіп дайын болды. Енді бетіне шоколад жағып, үстіне күнжіт сеуіп шығатын боламын. Күнжіт пен шоколадымыз біздің печеньемізге ерекше дәм беретін болады. Барлық печеньемізге шоколадымызды жағып, күнжітімізді сеуіп болғаннан соң міндетті түрде холодильникке 10 минутқа қойып қоямыз. Достар, біздің печеньеміз дайын болды. Өте керемет болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Видеоны қараған болсаңыздар, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар.